Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз апай. Зертханаға қош келдіңіздер. Бүгінгі тәжірибеміздің тақырыбы көпіршіктің пайда болуы. Алдымен балалар өзіңізді таныстырып кетейік. Қарағайлы кенті номер 16-шы. Жалпы білім беретін мектеп 6 сынып оқушысы. Оразқан Медина Есенқызы, жасым 6-да. Мен Сүлейменген Еңгізбін, жасым 6-да. Дастан Қызайзіле, мен 5 жастамын. Мен Әнуарбек Малика, 5 жастамын. Мен Қанат Сайфия, мен 5 жастамын. Жақсы балалар, тәжірибені бастамас бұрын алдымен қауіпсіздік ережесін сақтайық. Барлығымыз алғашқышымызды киіп дайын отырмыз ба? Жақсы. Балалар, тәжірибені бастамас бұрын бізге қандай құралдар қажет? Су, сабын, қалам, бояу. Ендеше балалар, тәжірибені бастайық. Алдымен алдымызда тұрған ыдыстағы суға нені қосамыз? Су сабынды қосамыз. Тамаша. Көбірек қосып жіберіңіздер. Енді не істейміз? Қыл қаламмен тамаша араластай қойыңыздар. Көпіршік пайда болды ма балалар? Балалар, жылдың қай мезгілі қазір? Көктем. Көктемде қандай өзгерістер болады табиғатта? Жақсы. Көпіршіктерің пайда болды ма? Сапиянки пайда болды екен. Балалар, осы ғажайып көпіршікке түрлі түсті бояуды қосамыз да не істейміз? Сурет саламыз, иә балалар? Кім қандай сурет салады? Мен. Сала қойыңдар. Сала қойыңдар. Ал сала қойыңдар балалар, сала қойыңдар. Айдері бастай ғой, бастай. Тамаша. Апай, мен бояйын. Боя. София, болдың ба? Тамаша. Суреттен шықты ма балалар? Барлықтарыңыз болдыңыздар ма? Жақсы балалар. Көпіршік қалай пайда болды? Суға су сабын қосты, қаламмен араластырып, көпіршік шығады. Тамаша, жарайды. Бүгінгі жасаған тәжірибелерің ұнады ма балалар өздеріңізге? Ендеше сіздерге рахмет.